Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Өздеріңіз біліп отырғандай, бүгін біз Әл-Қисса күйін үйренеміз. Нұрғиса Тілендиевтің күйі. Бейнені соңына дейін көріңіздер. Өте түсінікті және тез үйреніп аласыздар. Және мен басынан бастағандай бізде күйде кіріспесі бар, бас кезіндегі мына деген жер бар. Бұл негізі аса қатты маңызды жер емес, бірақ көп жерлерде көбісі бірден бастай береді. Бірақ енді кіріспе болғаннан кейін кіріспесінде үйретіп кетейін деген шешім қабылдадым. Бүгін бірінші сабағымыз осы кіріспе болмақ. Сосын егер уақыт болып жататын болса, онда алғашқы басталатын жерінде де үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп өтіңіздер. Осы бейнені достарыңызға, күй үйренем деушілерге, домбыра үйренем деушілерге жіберуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ұстаймыз астыңғы 8, үстіңгі 9, ми нотасы мен фа нотасы үстіңгі. Фа дептің ғой, үстіңгі до нотасы. Осы. Так, ми және до. Былайша айтқанда 8, 9. Астыңғы 2-ші саусақ, үстіңгі 3-ші саусақ. Төмен шертесіздер. Міне. Шерткенде шертіп, яғни шерту деген білетін шығарсыздар, мына бүкіл мына 4 саусақ бірдей шертеді былай. Төмен. Ары қарай 8, төмен 6-ға барасыздар. Жоғары шертеміз. 8, 6, қайырдан одан кейін 8-ге барасыздар төмен. 8-ге төмен қаққан кезде 11-ге, 10-ші пернеге, былайша айтқанда 10-неге лигамен барасыздар, яғни ауада. 8 қақып қаламыз, 10-ға да барамыз бірге. Енді қосып көрейік бәрін. Мына 8 бен 9 ұстағанда тербеліс жасаңыздар. Тербеліс деген білетін шығарсыздар, міне. Осылай міне. Одан кейін 8, 6. Одан кейін 8-ге қайрадан барамыз. Мынаны жасадық қой жаңа. Қайрадан 8-ге барамыз. Төмен шерткеміз. Шерткенде соңғы мына 9-ды түрт қоламыз. Одан кейін 6-ға барамыз. 6-ға барған кезде 8-ді түрт қоламыз. Сонда бұлай болады. Кейін 4-ке барасыздар, 4-ші перне. 4-ке барғанда 5-ті түрт қоласыздар. Кейін 3-ке барасыздар. 4-ті түртеміз. Енді осы жерге дейін қосып көрейік. Төртке барғанда 6-ны түртіңіздер. 5 емес. 5-ті түрті болады негізі. Ешқандай айырмашылық. Одан кейін 1-ге барамыз. Естественно, 1-ге барғанда 3-ті түртеміз. Енді қосайық. Одан кейін 1-ге барған жаңа 3 түрттіге. Одан кейін 3-ге барамыз. Тағы да 4-ті түртеміз. Көп түртсеңіздер мүлдем әдем болады қараңыздар. Сосын 1-ге барамыз, тағы 3-ті түртеміз. Кейін асты 6, үсті 4. Төмен қағамыз. Енді ол біріншісі біздің. Екіншісі. Дәл 8 бен 9 ұстайсыздар. Қағыс, алма, кезек болады. Алма кезек, төмен жоғары, төмен жоғары. Бірақ қаққанда және шертіп қағасыздар. Міне. Шерттік, сосын жоғары. Тез ойналады.
Дәл сол жолды қайталаймыз. Міне, осы жерге бірінші перне келгеннен кейін міне мынандай өзгеріс бар. Бұл дегеніміз 3, сосын 4 жоғары, 6 жоғары, 6 төмен, сосын 4 жоғары. Қосқанда сосын 3-ті ұрып 4-ті түртеміз. 4 түртіп, сосын 1-ге барып 3-ті түртеміз. Одан кейін қайрадан сосын 6, сосын үсті 4. Бұған да бағанағыдай алма кезекпен бітіреміз. Қалай бастадық? Сол қағыз бітеді екен, е? Осы екіншісін ойнап көрейік. Енді үшіншісі қалды. Бұл астыңғы 11, үстіңгі 13. 11, 13. Бұған да жаңағыдай алма кезек қағыз қалады. Тербеліс жасаймыз. Кейін 11 төмен, 10 жоғары. Мен астыңға ойнап атым көрдім, астыңғы шек қана. Жоғары, қайрадан 11-ге барамыз да 13-ті түртеміз. Қағамыз 11-ді, міне 13-ті түртеміз. Қосқанда сосын қайрадан 11-ді 13-ті түрткеннен кейін 11-ді қағып қайрадан осылай вибрация түртіп жасаймыз. Яғни 11-ді қағып тұрып 13-ті түртіп қалып, кейін 10-ды барамызды қағамызды 11-ді түртеміз. Енді осы жерге ойнап көрейік қана. Сосын осы жерге ойнадық, е? Ары қарай 8-ге барамыз да 10-ды түртеміз. 6-ға барамыз 8 түртеміз. 4-ге барамыз 6, 3-ге барамыз да 4 түртеміз. 1-ге барамыз да 3 түртеміз. Енді осы үшінші жерінде де не бір ерекшелік бар. Деген жер бар. Бұл 3, сосын 4, 3-ке төмен, 4-ке жоғары. Сосын кейін саусақ, екінші саусақ 6-ға барады. Төмен 6, 8 жоғары. Осы жерге қосып көрейік қана. Кейін 6-ны қағып 8-ді түртеміз. 4-ді қағып 6-ны түртеміз. 3-ді қағып 4-ді түртеміз. Сосын 1-ді қағып 3-ді түртеміз. Кейін осыдан кейін бағана екіншісінде жерінде ойнаған сол ойналады. 3, 4, 6, 4 деген жері. 3, 4, 6, 4. Сосын 3-ді қағып 4 түртеміз. 1-ді қағып 3 түртеміз. Кейін қайрадан 3-ді қағып 4 түртеміз. Сосын одан кейін соңғысы үстіңгі үшінші пернені қағамыз. Сосын алдыңғы үстіңгі 6-ны қағамыз. 3, 6. Сосын басталады. Деген жер. Енді үшіншін бекітсек міне. Мынау, е? Мынау өзі соза беруге болады. Деп, ермек жасай беруге болады. Кейін үсті. Қағасыздар міне. Бір төмен қаққаннан кейін, мынаны екі саусақты, яғни астыңғы соңғы үстіңгі бірінші саусақпен бұлай ұстап сырғанатамыз. Сырғанатқанда соңғы аялдамамыз біздің астыңғы 6, үстіңгі
төртінші перне болады. Соған келеміз. Оған келген кезде қағыс төмен кетеді. Сосын сосын төмен қағамызда жоғары қаққаннан кейін қайрадан төмен жоғары кетеді. Міне, төмен жоғарысы соңғы тезірек ойналады. Міне. Қақтық төмен жоғары, сосын кейін осыдан кейін деп тағы да төмен жоғары ойналады. Мынандай қағыс. Бұндай қағысты біз секіртпелі дейміз бі, не дейміз ондай қағысты? Аттың шабысы деп айтамыз ба қалай енді былай. Бірінші қағысын сосып, кейін екінші үстіңгі қағысы қысқа болады. Міне. Жалпы осы жерін көрсетіп жүреймін. Жоғары, төмен жоғары, сосын тағы осы кетеді. Осы жері сырғанату жері, жаңа процесі бізде 4 рет ойналатын. Төрт рет ойналады. Кейін бізде бірінші әуен кетеді. Болмаса? Деген жері. Енді қайсыны үйренсек болады. Так. Жалпы қағып әдем болатын сияқты. Білмеймін, қағып үйренуге. Бұл деген астыңғы 6, жалпы 2 алтын ұстап тұрамыз параллельно. Үстіңгі, бірақ қаққанда үстіңгі алтын қағастырмын. Қағамыз үстіңгі алтыны, төмен, кейін астыңғы 3-ті қағамыз. 3-ті қаққан кезде 4-ке жаңағыдай түртіп барамыз. Лигамен, міне. Үстің 6. Кейін 6-ны ұрып қаласыздар. Ұрғанда жай ұрмес, тарсылдатыпын. Бұлай шерті болады болмаса. Енді әзірше бұлай құр ұрыңыздар қағып. Кейін 6-ға ұрып қалған кезде 8-ге лигамен барасыздар. Лига деген білесіздер, осыны алдыда көп сабақта айтқан мен. Яғни бір қағысқа 2 дыбыс жіберу, 2 одан да 3 дыбыс жіберу. Мүмкіндікке қарай енді. Міне. Қағамыз 6-ны 8-ге барамыз. Енді осыны істеп көрейік. Кейін 6-ға келемізді, оған қағыс үстіне болады. Мынау саусақпен. Жоқ, мынау саусақпен емес, шатасам, соңғы саусақпен барады. Соңғы кішкентай саусақпен. Бұған жаңағыдай төмен қағыс жасайды. Кейін осыдан кейін астыңғы 3 ойнады, төмен, сосын үстіңгі 6 ойнады. Екеуі де қағыс төмен болады. Енді осы жерге қосып көрейік. 3, 6, кейін астыңғы 6, үстіңгі 4. 4-ті бас бармақпен емес, бұл жаңағыдай әрқайсысының ерекшелігі, бұнда көбінесе бас бармағымыз қолдана бермейді. Оған бірінші саусақпен ұстайсыздар. Мынандай қағыс жасаймыз. Аттың шабысы деп айтайын, жаңа қағысымыз, төмен жоғары, бірақ біріншісі төмен созып тұрып, екінші төмен қысқа, одан кейін тағы да төмен жоғары кетеді. Осылай. Осы біріншісін 12. Кейін екіншісі кетеді. Бұл дәл солай басталады жаңағыдай. Үстіңгі алтынды шертеміз төмен. Кейін астыңғы 3, 4-ке залигоны барамыз. Кейін алтыны төмен, 4-ті жоғары шертеміз.
астыңғы шек ойналып жатыр міне. 6 төмен, 4 төмен. Шатастым жа. Міне осылай болады. Кейін 3 6 бағанағы. Қағыз төмен екеуді. 6 4. Бағанағы секіртпелі ат шабыс қағысы. Осылай. Енді осы екеуін бекітейік. Осы екеуі екі рет ойналады. Ойналғаннан кейін астыңғы 6-ны ұстаймыз былай параллельно. Мынандай қағыс жасайсыздар. Бағанағы аттың шабыс деп айтқан қағысымыз екі рет ойналады міне. Кейін 3 6 астыңғы бірінші астыңғы 3 6 ойналады, қағыс төмен. Одан кейін астыңғы 3 сосын үстіңгі 6 ойналады. Насылай болады. Иә. Ұрып қаласыздар. Бұл жаңағындай төмен жаңағы секіртпелі қағысымыз аттың шабысы. Сол екі рет жасалғаннан кейін соңында төмен ұрып қаламыз міне. Ұрып қаласыздар. Бітті деген сөз. Енді осы жерін бекітейік. Соңғы жер. Жалпы толық жаңа басталған әуені ба? Тон деген жері. Соны бекітіп көрейік. Ұрып қалғаннан кейін жаңағыдай мынаны қолданып қойды, мен көбінесе соны қолданам. Бір белгі беру ғой, келесі әуенге көшу үшін. Деп кету үшін, әдемілік үшін ғой енді. Деп ұрып қаласыздар. Кейін 19 минут жүріп жатыр екен міне видеомыз уже. Осы жерін үйретіп тастайын, сосын келесі бөлімді келесі сабаққа қалдырамыз енді. Бұл 3 және 3 дептің ғой, 8 9. Мынандай қағыс жасайдар. Төмен, жоғары, төмен. Кейін 6, сосын үстіңгі 8. Жоғары кетеді. Осылай болады міне. Екі рет ойналады, тағы да көрсетем. 8 9. Төмен, жоғары, төмен. Кейін 1 мен бас бармақ. Яғни 6 мен 8 жоғары. Екі рет. Кейін әрі қарай алма кезекпен кетеді уже. Жаңағыны 8 мен 9-ды төмен. Кейін 6 мен 8-ді жоғары. Деп екі рет ойнаймыз. Енді осы жерге дейін бекітіп көрейік. Сосын кейін осылай қойып шатасатын. Кейін 4 үстінен 6. Бұған да жаңағыдай төмен, жоғары, төмен. Кейін жоғарысы 8 бен 9 ұстайды. Осылай болады. Кейін 6 8. Бұған да төмен, жоғары, төмен. Ал жоғарысы 4 пен 6 барады. Осылай төмен жоғары қағамыз. Қосқанда бұнда екі рет ойнаймыз. Кейін 6-ны ұстайсыздар. Параллельно ұстаңыздар 6-ны бірден. Енді жаңағыдай әдемі аккорд болу үшін. 6 8. Екеуі төмен болады қағыз. Кейін 3 6 кетеді, үстіңгі 6.
сосын бағана атын шабыс қағыз, сол тағы ойналады. Міне, осы үйренгеніміз екі рет ойналады екен. Сосын ойнадық, қайталанады. Сосын осыдан кейін бағанағы бірінші әуені ойнады. Тан-тан-тан-тан-тан деген жері. Иә, тан-тан-тан-тан-тан-тан. Осы жол төмен бітпейді. Өйткені басталатын жері бар. Бұл анау деп жоғары кеткеннен кейін бірден басталып кетеді. Мынандай жерге келгенде міне, осындай жерге келердің алдында, онда ол жерін төмен бітіреміз. Төмен бітіреміз. Ал анандай жерге келген кезде оған төмен бітпейді, жаңа жоғарысымен аяқталады. Деп кете береді. Міне осы сағасына кететін бөлімді келесі сабаққа қалдырамыз. Видеомыз міне 23 минуттан асып кетті. Өте ұзақ болып кетті. Бірақ енді күй үйренем деушілер аяғына дейін көреді деп ойлаймын енді. Құрметті достар, осымен сабақ аяқталды міне. Күй осындай болды міне. Әдемі күйлердің бірі. Нұрғиса Тілендиевтің күйлері бәрі керемет қой, ойнақы, сондай көңілді күйлер. Үйреніп алыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Видеоны жіберуді ұмытпаймыз группаларға. Және комменттеріңізді аямаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі сабақтарда кездескенше барлықтарымыз аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.